Жаратылыстану сабағы. Тақырыбы: жер ғаламшары қандай? Бүгінгі сабақта жер бетінің қандай болатыны білесің. Материктер мен мұхиттардың ерекшелігімен танысасың. Ширату. Жердің қандай қабықтарын білесіңдер? Биосфераға не кіреді? Гидросфераны не құрайды? Литосфера қабығы неден тұрады? Осы сұрақтарға жауап беріп көр. Ойлан, жауап бер. Глобустың түсі қандай деп ойлайсың? Неліктен олай ойлайсың? Я, дұрыс айтасыңдар. Жер бетінде су мол болғандықтан көгілдір түсті болып көрінеді. Бұл су қалай аталады? Төмендегі қай нұсқаны таңдар едің? Теңіз, өзен, мұхит, көл, бұлақ. Дүниежүзілік мұхит деп аталады. Мұхит атауларын білеміз бе? Жер бетінде тағы не бар? Қызылмен қате жазылған сөзді дұрыс құрастыр. Қандай сөз шықты? Дұрыс айтасың. Құрлықтар. Оларды материктер деп атайды. Материк жан-жағынан су қоршап тұрған үлкен құрлық жер. Материктерді атап көрелік. Солтүстікте Еуразия, Солтүстік Америка материктері, оңтүстікте Африка, Оңтүстік Америка, Австралия, Антарктида материктері. Ең үлкен материк Еуразия, 54 миллион квадрат метр. Ең кіші материк Австралия, 8 миллион квадрат метр. Біздің еліміз Еуразия материгінде орналасқан. Жер ғаламшары қандай? Жер ғаламшарының ауданы 510 миллион квадрат метр. Ол материктер мен мұхиттарға бөлінген. Материктердің ауданы 149 миллион квадрат метр. Ал мұхиттардың ауданы 361 миллион квадрат метр. Материктер солтүстік және оңтүстік жарты шарларда орналасқан. Құрлықтарды бір-бірімен жалғап жатқан ұшы-қиыры жоқ су кеңістігін мұхит деп атайды. Жер бетінде су 4 мұхитқа бөлінеді. Оларға Тынық, Атлант, Үнді және солтүстік мұзды мұхиттар жатады. Мұхиттардың аудандары төмендегідей. Тынық мұхиты 180 миллион квадрат метр. Атлант мұхиты 92 миллион квадрат метр. Үнді мұхиты 78 миллион квадрат метр. Солтүстік мұзды мұхит 14 миллион квадрат метр. Ең үлкен мұхит бізде Тынық мұхиты. Ең кіші мұхит солтүстік мұзды мұхит. Аты айтып тұрғандай, бұл мұхиттың бетін түгелдей мұз жауып жатыр. Мұхит астында таулар мен терең шұңғымалар бар. Мұхиттарда цунами тудыратын жер сілкіністері де болып тұрады екен. Материктер мен мұхиттарды картадан анықта. Жарайсың. Картаны қолданып, диаграммада берілген өлшемдер мен бойынша мұхиттарды анықта. Пайыз көрсеткіштерін қара. Модель жасау. Жер бетіндегі материктер мен мұхиттарды түрлі түсті қағаздардан қиып,
карта жасап көр. Қалыптастырушы тапсырма. Жалған, шын. Қай жауап сәйкес келетіне плюс таңбасын қоясын. Бүгінгі сабақта жер бетінің қандай болатынын білдің. Материктер мен мұхиттардың ерекшелігімен таныстың. Жарайсыңдар оқушылар.